саған ұнай ма? Иә. Ендеше бүгін мен сендерге балалар қазақ халқының мұрагер атты ертегісін айтып берейін. Ертеде бір қария өмір сүріпті. Қарияның 4 ұлы болыпты. Бір күні қария 4 ұлын жинап былай депті: қарақтарым, мен қартайдым, менің күш қуатым кетті. Мұрагерлікке сендердің біреулеріңді сайламақшымын. Кімнің ақылы байлығына сай болса, сол мұрагерім болады депті. Сөйтіп үлкен ұлы ертесіне келіп: менің байлығымда, менің ақылымда осы жүзік деп алтынмен апталған жүзігін көрсетеді. Сөйтіп екінші ұлы: менің әсем киімдерімде ешкім киінген емес. Менің ақылымда, байлығымда осы бағалы киімдерім деп киімдерін көрсетеді. Ал үшінші ұлы болса, алтынмен апталған, күміспен қапталған белдігін буынып алып, мұндай белдік ешкімде болған емес. Менің ақылымда, менің байлығымда осы белдігім деп әкесіне белдігін көрсетеді. Сөйтіп қария ұлдарының ісіне ұзақ ойланып отырып, бір кезде кенже баласына көзі түсіп: балам, сен неге үндемейсің дейді. Сонда кенже ұлы тұрып: менің асыл әдемі киімдерім де жоқ, алтынмен апталған жүзігім де жоқ, күміспен қапталған, алтынмен апталған белдігім де жоқ. Тек 2 қолым бар. Мейірім мен мейірімділікке толы, шапағатқа толы, қайратқа толы, жігерге толы жүрегім бар депті әкесіне. Сонда қария ойланып отырып, кенже ұлының ақылдылығына тамсанып, кенже ұлын өзінің мұрагері сайлапты. Содан өзге ұлдарына: енді осы кенже ұлымның үй шаруасында менің мұрагерім болады. Сендер осы кенже ұлымның айтқанын жасап, талабын орындайсыңдар. Бұдан кейін менің мұрагерім осы кенже ұлым болады деп өзінің кенже ұлын мұрагерлікке сайлаған.